Сәлем достар, сіздермен бірге Айнұр. Бүгін сіздермен қайнатпалы пломбир кремін дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, шекер, крахмал, сүт, сары май, ванильді қант. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Үстіне 150 грамм шекерімізді саламыз. «60 грамм кукуруз крахмалын салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Үстіне 500 мг сүт қосамыз. Араластырып болған сұйықтығымызды жай отқа қойып, 7-8 минуттай қайнатамыз. Сұйықтығымыз қоюланғанша лопатканың көмегімен үзбей араластырамыз. Сұйықтығымыз қоюлана бастағанда лопатканың орнына венчикті пайдаланамыз. Венчикпен толық қайнағанша араластырамыз. Ыдысымыздағы сұйықтық қайнады және қою болды. Ыдысымызды оттан түсіріп, бөлме температурасында суытамыз. Креміміз тез суы үшін бөлек ыдысқа салып алдым. Суыған креміміздің бетін салапан мешокпен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Қолданар алдында қайнатылған кремді тоңазытқыштан алдын ала шығарып қоямыз. Миксердің ыдысына 200 грамм майды саламыз. Оның үстіне 15 грамм ваниль қантын салып, орташа жылдамдықта 2-3 минуттай шайқаймыз. Шайқап болған соң қайнатылған кремді аз-аздан қосамыз. Тоңазытқыштан шығарған кремімізді алдымен миксерлеп аламыз. Енді шайқаған майымызға кремді 1 қасықтап қосамыз. Осылай аз-аздан қосып, миксермен шайқаймыз. Міне осындай жұмсақ крем пайда болды. Шайқап болған кремімізді тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Креміміз дайын болды. Мен бұл кремді тортты жинауға пайдаланамын. Негізі бұл креммен торттың бетін әдемілесе де болады. Өз қалпын жақсы ұстайды.
Крем өте дәмді болып шыққан. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.